компаниясы ұсынады. Астана қаласының әкімдігінің тапсырысы бойынша. Астана. Ертеңіме сенем. Он жетінші қадам. Қалалық инфрақұрылымның тиімділігін арттыру. Тәжірибеде ақылды технологияларды, инноватор мен жаңалық ашушылардың серпінді идеяларын қолдана отырып, адамдардың қауіпсіздігі мен жайлылығы үшін жұмыс жасаған кезде, олардың әрбірінің ойында бір ғана мақсат. Өмірді қарапайым да ыңғайлы ету тұрады. Ішкі істер департаменті басқармасының жеке құрам гарнизонының атынан Астанамыздың қонақтары мен тұрғындарына біздің қалада тұру қауіпсіз екенін сеніммен айталам. Менің атым Әсемгүл. Мен астаналықпын. Қала тұрғыны ретінде өз уақытымды тиімді пайдалану мен үшін маңызды. Осы мақсатта мен Астрабас мобильді қосымшасын пайдаланамын. Бүгінгі таңда әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде ақпараттық өнімдерді, қызмет пен сервисті жасап шығаруға тырысатын стартаптар мен шағын компаниялар маңызды орын алады. Қалалықтардың өмірін шын мәнінде жақсартатын қосымшалар мен сервистердің көптеп құрылуы сынды тұрақты үрдіс байқалады. Бұл азаматтарды инновациялық қала ретінде Астананың құрылысына тартудағы маңызды кезең. Болашақтың талаптарына жауап беретін заманауи қалада өмір сүру Астанада бұл бағыт қарқын алып келеді. Және ол бүгінде қалалықтардың өмірін жайлы да ыңғайлы етуде. Қала дегеніміз қабырғалар емес, онда тұратын адамдар. Ақылды қалаға апаратын қадамдар. Денсаулық сақтау, білім беру, көлік және қауіпсіздік саласындағы анағұрлым табысты шешімдерді кеңейте түсу арқылы заманауи ақпараттық технология базасында қалалық инфрақұрылымның тиімділігін арттыру. Астана тұрғыны актриса Әсемгүл Ибраева бәріміздің ортақ үйімізді жақсарта түсуге шақырады.
Левис компаниясы. Астана. 2017 жыл.